Баршаңызға сәлем. Медициналық ауыр диагноз әрдайым қорқынышты, әсіресе егер балаға қойылса. Кейбір ата-аналар нәресте ешқашан толыққанды өмір сүре алмайды, немесе өмірде елеулі жетістікке жете алмайды деп ойлайды. Өйткені ол басқа балалар сияқты емес. Біз бүгін әлемді бағындыра алған 7 ерекше балалармен таныстырамыз. София Санчес Украинада туып, өмірінің алғашқы жылын Днепрдегі балалар үйінде өткізді. Оны ақштан ерлі-зайыптылар асырап алды. Қыз америкалық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің назарын аудартты. Содан кейін олар оны жарнамалық түсірілімдер мен фильмдік презентацияларға шақыра бастады. София бірнеше рет қызыл кілемге шығып, Даун синдромымен ауыратын адамдардың халықаралық күнін атап өтті. Американың Кентукки штатында тұратын 7 жасар Одри Нетери сирек кездесетін сүйек кемігін ауруы Diamond Blackfan анемиясымен дүниеге келді. Бірақ бұған қарамастан ол би билегенді жақсы көреді. Ол алғашқы рет 6 жасында үлкен сахнаға шығып, үлкен әсер қалдырды. Сирек кездесетін ауруды жеңе білген осы кішкентай қыздың биінің видеосы 2 миллионнан астам көрілім жинады. Ал қыздың өзі әлемдегі көптеген адамдарға шабыт берді. Оның әкесі қызының хоббиін қолдайды және Фейсбуктегі оның тобын басқарады. Қауымдастықтың миллионнан астам мүшесі бар. Даниэл Плужниковта сирек кездесетін ауру бар. Балада қол мен аяғында спондилоэпифизарлық дисплазиясы бар. 13 жасында оның бойы 110 сантиметр ғана болды. Бірақ ауруына қарамастан ол ең жақсы көретін нәрсесін жасайды. Ол ән айтады. 2016 жылы Даниэл балалар дауысы шоуына қатысты. Бала басқа балалармен тең дәрежеде өнер көрсетіп, ақтық сайыста жеңіске жетті. Кішкентай Айрис Холмшоуда аутизм бар, бірақ ол өзінің диагнозына байсалды. Қыз жанында сүйетін және қамқор ата-аналары болған кезде барлық қиындықтарды шешуге болатынына сенімді. Нәтижесінде нәресте таңғажайып суреттер салады. Бір рет қолына қылқалам алып, ол онымен не істеу керектігін жақсы білді. Еңбек сіңірген өнер қайраткерлері нәрестенің керемет түсінігін ерекше атап өтеді. Қыздың анасының қамқорлығының арқасында әлем жүздеген ғажайып картиналарға ие болды. Айтпақшы, картиналардың бірін Анджелина Джоли қуана-қуана сатып алды. Төрт жасында Райли Бакстер әлемді бағындырып әйгілі бола білді. Ол Даун синдромымен дүниеге келді. Бірақ ата-анасының қолдауымен, олардың қамқорлығының арқасында ол күліп тұрған Райли деген лақап атқа ие болды. Баланың ата-анасы ұлының диагнозын біліп, баланың толыққанды өмір сүре алмайтындығынан қорыққанын мойындады. Бірақ сіздер білетіндей, ата-ананың сүйіспеншілігі кереметті жасай алды. Қазір бүкіл әлем нәрестенің кемшіліктерін емес, оның қабілеттерін көреді. Ерлі-зайыптылар өздерінің қорқынышын жеңіп, Райлиді модельдік агенттігінің кастингіне апарды. Ол жерде ерекше баланы қуана қабылдады. Сонымен Райли Бакстер подиум жұлдызына айналды. Кони Роуз Сиборн әдеттегідей модельге ұқсайтын қарапайым балаға ұқсамайды. Оның Даун синдромы бар. Бірақ бұл қыздың табысты мансабына кедергі болмады. Ол 2 жасында модельдік агенттіктердің скауттары оған назар аударды. Қызының суреттерін анасы сол жерге жіберген. Кейінірек нәрестені кездестіргендердің барлығы одан шығатын жағымды энергияны атап өтті. Қазірдің өзінде Кони Роуз танымал брендтермен келісімшарт жасасқан және жақсы портфолиоға ие. Сиборн үшін бұл саланың болашағы шынымен де бұлтсыз болады деп болжауға болады. Дегенмен, бұған баға беру әлі ерте. Өткен жылы калифорниялық 4 жасар Финли Смолвуд Инстаграмда танымал болды. Церебралды сал ауруымен ауыратын қызды 100 мыңнан астам адам бақылайды.
Өйткені оны асырап алған Кристина қызының суреттерін өте жақсы түсіреді және оған қызықты бейнелер ойлап табады. Кристина Смолвуд және оның күйеуі Финлиді туылғаннан кейін бірден асырап алды. Бірақ қызға қорқынышты диагноз сәл кейінірек қойылды. Ата-анасы қызының церебралды сал ауруымен ауырған 15 айлық болғанда білді. Бұл сәт Смолвуд отбасы үшін қиын болды. Кристинаның айтуынша ол және оның күйеуі церебралды сал ауруы туралы ештеңе білмеген. Бірақ уақыт өте келе, олар қыздарына қажетті көмек көрсетіп, тиісті күтім жасауды үйренді. Енді олар Финли аурудың салдарынан өзіне сенімсіздік сезінбеу үшін бәрін жасауға тырысуда. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.